Ауызша командалық олимпиада осыған дейін оқушылар арасында өткізілсе, биылғы жылы Астана қаласында алғаш рет мұғалімдер арасында өткелі отыр. Талантты шәкірттерді бәйгесіне қосып жүрген, білім бәйгесіне қосып жүрген майталман ұстаздарымызды ортаға шақырамыз. Номері 66-шы мектеп лицейі және номері 74-ші мектеп гимназия мұғалімдері. Олимпиада екі кезеңнен тұрады. Сырттай кезеңі алаш арыстарының педагогикалық идеялары ұлттық білім берудің ұйытқысы тақырыбындағы эссе жазылып, әлі-қазы мүшелеріне тапсырылып, алдын ала бағаланған. Екінші кезең 3 бөлімнен, яғни таныстыру, пән бойынша командалық олимпиада және топ басшыларының сұрақ-жауап сайысынан тұрады. Олимпиаданы бағалайтын әділ қазылар алқасымен таныстырып өтейін. Орталық Азия университеті, халықаралық және әлем тілдері кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты Тусупова Алма Көпбаевна. Сүлеймен Демирел атындағы университеті, филология кафедрасының қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Мұхаммади Құралай Төлегенқызы. Сатлай кешенді оқыту технологиясының Жамбыл облысы бойынша модераторы Мұхтарова Есенкүл Мұхтарқызы. Алматы облысы Талғар ауданы номері 49-шы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Құрманалиева Ардақ Тұңғышбаевна. Орын алуларыңызды өтінем, әділқазылар. Астана қаласы номері 52-ші мектеп гимназиясының орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Асанова Гаухар Ақылбековна. Олай болса, мұғалімдердің ауызша командалық олимпиадасын ұлы ағартушымыз Ахмет Байтұрсынұлының білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса деген сөзімен бастайды. Сен жаңбасаң лапылдап, бала қалай ашылмақ дей отырып, таныстыру кезеңін бастауға рұқсат етіңіздер. Ортада номері 66-шы мектеп лицейінің мұғалімдерінен құрылған команданы шақырамыз.
74-ші мектеп лицейінің Тұлпар командасына береміз. Құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға біз біргеміз бағдарламасының кезекті санын ұсынып отырмыз. Бүгінгі нөміріміз дүбірлі жарыс мұғалімдер арасында ауызша командалық олимпиаданың құрметіне арналмақ. Бүгін білім мерекесі. Олимпиадаға Астананың түкпір-түкпірінен қатысушылар ағылуда. Міне солардың бірі ортамызда Тұлпар командасы. Ортаға келсеңіздер. Команда капитаны мен Нұрбол Болатбекұлы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Биология пәнінің мұғалімі Қалдықұлова Қырғаш Жаңабайқызы. Ақылбекова Бибігүл Жансейітқызы, бастауыш сыныптар мұғалімі. Аятова Гүлдана Сейітжанқызы, тарих пәнінің мұғалімі. Бақаева Қазима Тұрысбекқызы, орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Ибрагимова Шықмазы Бабақанқызы, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Бейбіт ағамызша жырласақ, қайдан кеттіңіздер? Қайда келдіңіздер? Астана қаласы нөмірі 74-ші мектеп гимназиясында 8-ші республикалық форум өтіп жатыр. Сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша бүкіл республиканың түкпір-түкпірінен көп осы технологиямен айналысатын мұғалімдер жиналып жатыр. Сол дүбірлі жарысқа келдік. Рахмет. Келесі сұрағым Бибігүл ханым сізге арналмақ. Сіз қанша жылдан бері сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша жұмыс істеп келесіз? Осы сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша және мектебіңіз бойынша айтып кетсеңіз. Мен осы сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша 2013 жылдан бері таныспын және осы технология бойынша жұмыс жасап келе жатырмын. Осы қазіргі номер 74-ші мектеп гимназияда білім басқармасының бұйрығы бойынша 2014 жылы 1 қыркүйектен бастап тәжірибелік алаң ашылды. Содан осы аралықта мектепте жалпы мұғалімдер саны 89, соның ішіндегі 28 ұстаз осы технологиямен айналысады. Және осы технологияда орта буындарда 6 пәннен, бастауыш сыныптарда 4 пәннен сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша жүргізіп жатыр, шеберліктерін танытып, өз білімдерін таратып жатыр. Ал енді осы форумға келген ұстаздар барлықтарыңызды құттықтаймын, елдеріңіз сау болсын. Рахмет. Келесі сұрағым, осы жарысқа келу мақсатыңыз Қарлығаш ханым? Бүгінгі форумға келу мақсатым, мен жас маманмын. Осы Ораза Ақынова Нұрша Алжанбайқызының сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша жұмыс жүргізудемін. Енді бүгінгі таңда мектептермен жарысу кезінде өз шығармашылығымды көрсетіп, біліктілікті дамыту. Рахмет. Шахназа Бабақанқызы, сіз бүгінгі көрермендерге өз пікіріңізді үш тілде жеткізсеңіз. Мектебім әрқашан алда болсын, әріптестеріме бір алла жар болсын. Желаю другой команде удачи, а себе, конечно же, победу. Small steps, big results. It's all about us. Smile more, learn more, and be happy always. Рахмет. Көрермендер, келесі 2018 жылы осындай форумда кездескенше күн нұрлы болсын. Жұлдыздай жарқыраған сатылай, өзіңмен
Олимпиадамыздың екінші кезеңі пән бойынша командалық олимпиадамызды конфульсетін маған айтып берсең, ұмытып қаламын. Көрсетсең, есте сақтаймын. Өзіме жасатсам, үйренемін деген сөзімен бастасақ деп отырмыз. Ортаға екі команданың бастауыш сынып мұғалімдерін шақырамыз. Әділқазылар алқасының алдында тапсырмалар тұр, топ басшылары барып, алдымен тапсырмаларыңызды алыңыздар. Олимпиаданы бірінші болып бастауыш сынып мұғалімдері бастайды. Әркім мұғалімдеріне регламент 3 минут. Бірінші болып номері 66-шы мектеп лицейі бастайды. Бірінші сатысы талдаудың 66-шы мектепте Айгүл Қаралайына, екінші сатысын ары қарай 74-ші мектеп библиотекада жалғастырасыз. Бізге бастауышқа екі пән беріліпті, математика және дүниетану пәні. Бірінші математика пәнінен бастасақ, библиотека. Көп таңдау сандарды сатылай кешенді талдау. Көп таңбалы сандар дегеніміз не? Барлығымыз да білеміз, көп таңбалы сандар көп цифрлардан жазылған сандар. Сондықтан мен сіздердің алдыңызға 2645.311 деген санды талдауға берейін. Анықтама 2635.341 саны бұл көп таңбалы сан. Көп таңбалы сандарды қолдану үшін 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген натурал сандар қолданылады, 0 натурал сандарына жатпайды. Тану. Көп таңбалы сандарды бірліктен бастап оқылады, айтылады. Ол 263.305 цифрында 5 бірлік, 0 ондық, 3 жүздік, 3 мыңдық, 6 10 мыңдық және 2 жүз мыңдық цифрдан құралады. Жазылуы көп таңбалы сандарды жазған кезде біз оңнан солға қарай жазамыз. Яғни көп таңбалы сандарды разделяторға бөліп алып, әрбір класстарға